жалпы махаббат деген сезім бар ғой. Соны мен 4-5 неге бөлдім ше, отырып алдым да. И махаббат деген нәрсе адам бала кезінен туылған кезде бірінші махаббатың анаңа деген нәрсе оянады ше. Анаң тамақ береді, не қылады, қасында жатасың, иісін иіскейсің ше. Сол анаңа деген махаббатың бір андай ғой, енді сөзбен жеткізе алмайсың ше. Таусылмайды ол нәрсе ше. Бірақ ол нәрсе көп адамдар бір 7-8 жасқа дейін ғана ше. Енді 14 жасқа дейін шығар, әрі кетсе ше. Одан кейін уже андай адамның екінші жаңа біреуге деген махаббат ояна бастайды ше. Қызға деген там ше. Біреудің актерға деген сияқты болады ғой енді. Жалпы мен сол анаға махаббат, қызға махаббат, одан кейін өзінің баласына деген махаббат ше. Осы нәрселерде адамда бір ішінде бір толқу сезімдер болады ғой. Толқу сезімдер да. Бұл жерде анаңа деген кезде кішкентай кезіндегі махаббатты бір шынайы бір сезіне аласың да. Ал қызға деген махаббатта уже ол ішіңді өртейді. Жан дүниеңді өртейді ше. Ол сол эйфорияда жүрген